Құрметті көрермендер, енді оқиғаны бастамай тұрып сіздерге мына мәліметті бергім келген. Қараңыздар, бұл оқиға шынымен де өмірде болған нәрсе екен. Өзіміздің Ақтау қаласындағы Ақкерей деген ауданда болған. Ақкерей деген ауданда немесе Ақтауда тұратындар болса, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздер өздеріңіз естіп пе едіңіздер деген сияқты. Мен өзім шынымды айтсам, сенбедім бұл оқиғаға басында естігенде. Бірақ кейіннен барып оны сол кісінің аузынан естігесін, ойладым енді бұл секта ма деген сияқты қалып, енді сөйтіп видеоның атын, оқиғаның атын осы сектаның ережелері деп қойдым. Ал енді өздеріңіз көре бересіздер ары қарай. Әкем мен шешем ажырасқаннан кейін мен олармен ауысып тұрамын. Мамама бұл ұнамайды, өйткені әкеммен тұрсам мен ережелерді ұстана алмаймын деп ойлайды. Ережелер өте көп, маған барлығын жаттап алу қиын. Мен олардың үйіне барған сайын, как будто ойдан жаңа ережелер құрастырып беретін сияқты. Олар дегеніміз бұл әжем, мамам және мамамның әпкесі. Әжем жесір, мамамның тәтесінің күйеуі тоже қайтыс болған. Олар енді үшеуі болып әжемнің үйінде тұрады. Егер де мен оларға аппақ киім киіп барсам, әжем бірден: "Мынаны қараш, тағы да ақ футболкасын киіп алған. Басқа киімің жоқ па ақтан басқа?" "Енді қызылы жуылып жатыр ғой әже", "Ай, ақымақ. деп мамамның тәтесі де әжеме қосылды. Тәтем мен мамам қандай үлкен болса да өте сұлу әрі жас көрінетін еді. Сенің әкең всегда ақ киім киеді. Соның кесірінен қарыздары көп және ақшасы жоқ", деді әжем. "Ақ киімді тек кедейлер ғана киеді. Сен де әкең сияқты кедей болғың келе ме не?" Сөйтіп мені бұл ситуациядан анам құтқарып қалды. Ол маған жүгіріп келіп, құшақтап алып, сүйіп, менің қал жағдайымды, мектептегі сабақтарды қалай оқып жүрмін, қызым бар ма деп сұрақтың үстіне алды. Осыдан кейін ол менің қарным аш екенін сезіп тұрды да, сөйтіп мені үстел басына отырғызып, маған өзінің жаңадан дайындаған сорпасын берді. Сорпасын ішіп жатқан бір кезде оның қатты ыстық екенін байқадым. Және де анамның көңіл-күйі бүгін өте жақсы болып тұрғанын байқадым. Ол күлімсіреп, маған қарап күліп, жағдайымды сұрап жүрді. Сөйтіп ыстық сорпаны ішкім келмей, мен қасымда тұрған нанды сындырып алдым да, жаңағы сорпаға басып отыр едім. Оны анам бірден көріп қойды да, маған өзінің жаман көзімен қарады. Сөйтіп анамның түрі бірден өзгеріп кетті де маған айқай салды: "Мен саған айттым ғой, нанды сорпаға басуға болмайды деп. Нанды сорпаға бассаң, бір жерде біреудің баласы өліп қалады. Балам, бұл есіңне болсын, есіңнен шықпасын. Ережелердің ешқайсысы есіңнен шықпасын." "Мама, бірақ сен, егер де мен нанды қоқысқа тастасам, сол кезде өледі деп айттың ғой негізі." "Балам, қалай түсінбейсің? Қоқысқа тастасаң, онда оларда рак болады. Ал егер де оны сорпаға бассаң, нанды, ол кезде олар өліп қалады." Негізі менің әкемнің осы анам мен әжемнің ережелеріне қойған заттарына өзінің басқаша ойы бар. Оның ойынша анам мен әжемнің қойған заттары, олар былай айтқанда негізі мен үшін, маған үшін арналған заттар. Енді сорпаға нанды салуға болмайды, өйткені сорпаға салған кезде оның түсі қызыл, сондықтан да қанға ұқсайды деп айтады. Ал егер де былай айтқанда жаңағыдай ақ киім киіп алсаң, ақ киімге кір тез жұғады дейді. Сондықтан да ол кедей ұқсап, сондай жүресің деп айтады. Яғни анам мен әжемнің және әкемнің бұған деген көзқарасы екі түрлі. Былай негізі бағана айтқандай миға сыйымды заттар, бірақ та тағы бір ережелер бар. Егер де біреу есікті қақып тұрса, және де егер де көзге біреу қарасаң, көз шігіне, онда ол жерде ешкім болмаса, ол саған келіп тұрған шайтан деп айтады. Ал егер де біреу хабарласып жатса, ал ол нөмерді сен білмесең, онда оны жаңа айтқандай шайтанның досы деп айтады. Яғни олардың айтқан заттарының басқаша өздерінің ойлары бар ережелеріне байланысты. Мен кейбір ережелерді сақтансам, кейбір ережелерді мен сақтамаймын, шындығына келе. Әрине оны әжем мен анам айтпаймын. Тағы да бір қызық жері, егер де бізде нан көгеріп бара жатса, немесе нанның дәмі өзгеріп кеткен жатады, онда біз оны тастап жібермейміз. Енді бағана айтқандай тастаған кезде бір жерде біреудің баласы өледі деп айтады. Біз оны аламыз да, оны алып болып, кәдімгідей өзіміздің Құранымызды оқып болған соң, дұғамыздың бәрін оқып болған соң, барып сыртқа апарып жерді қазып, адамды көмгендей қылып оны көмеміз. Осыған да енді бізде көршілер бір күліп қоятын еді. Енді күліп қойғанда да енді
бұл жерде бізде милиция қызметкері десейтін бір Тамара деген әйел болатын еді. Сол Тамара деген әйел бізге әрқашанда қарап тұратын еді бізді осы істеп жатқан кезде. Сөйтіп бізді нанды жерге көміп жатқан кезде ол қарап тұрған кезде әжем әрқашанда бұл Тамара деген ол деген осы шайтанның қызы деп айтатын еді. Шайтанның қызы бізге қарап тұратын дейтін еді. Сол себепті біз осы көміп жатқан кезде қызыл киімді киетін едік. Тағы да бір қызық жері, егерде кейбір ережелерді әжем, әпкем немесе анам орындамаған жағдайда олар өздерін кінәлайтын еді. Егер ұмытып қатқан жағдайда мысал қалсақ, егерде нанды олар лақтырып жіберсе немесе нанды кесіп жатқан кезде олар қара пышақпен кесіп жатса, онда олар өздерін кінәлап және де менің кесірімнен бір жерде бір бала өліп жатыр деп, бір жерде авария болып жатыр деп айтатын еді. Бір қызығы, осы бір кезде анам нанды кесіп жатқан кезде өзі бір шыңғырып айғайлап жіберген кезі болатын. Сөйтіп мен барып қалсам, ол жерде анам деген нанды қара пышақпен кескен екен. Ал қара пышақпен кескен кезде ол деген қара түс нанға тисе, бұл деген нанды зақымдайды, нанды доғалайды деген сөз екен. Соның кесірінен бір жерде бір авария болады деген сөз. Сол айтқаны болып шықты, өйткені ертесіне телевизор көріп отқан кезде бір жерде осы біздің ауылдың бір жерінде авария болған екен. Сосын анам сол кезде бұл менің кінәм деп алып, ол 2-3 күн бойы түнде ұйықтамай солардың кесірінен дұға тілеп шықты. Дұға тілеп, жаңадай өлген адамдарға, қайтыс болған адамдарға бұл авария менің кесірімнен болды деп соған қарсы дұға тілеген болатын. Менің анам негізі әрқашанда әкемді өзіне есіне салатын. Негізі былай айтқанда, анам әкемді жақсы көретін, мен оны сезетінмін. Бірақ та әкем деген кейбір ережелерге күліп қарап, кейбіреулерді істемей жүргеннің кесірінен анам екеуі ажырасып кеткен екен. Тіпті бір кезде мынандай нәрсе болған, анам маған айтып берген жағдай болатын. 5-ші күні анам жұмыстан келген кезде әкем балық жеп отыр екен. 5-ші күні балық жеп отыр екен. Ал енді 5-ші күн етпен немесе балық жесең, ол кезде сен былай айтқанда Құдайға деген қарсы шыққаның деген сөз екен. 5-ші күн сондай балық пен ет жесең. Осының кесірінен кейіннен менің әкем мен анам ажырасып кеткен екен. Сол балықтың кесірінен. Сол себепті бізде әр күнге әртүрлі тамақ жоспарланып қойған. Кәдімгідей өзі шариғат бойынша жоспарлап қоямыз. Ережелер бойынша жоспарлап қоямыз. Жаңа айтқандай 5-ші күн біз етті тамағамдар жемесек, оны 1-ші күн, 2-ші күн жеуге болады. Ал 3-ші күн бізде тек қана осындай сапта өскен осындай таза жемістерді помидор, қиярларды жеуге болады деген сөз. Енді өздеріңіз түсінгеніңіздей бізде былай базарға бару деген үлкен нәрсе болып есептеледі, үлкен маңызды нәрсе болып есептеледі. Сол себепті біз алдымен базарға бармай тұрып барлығын жазып аламыз, барлығын қандай пакетке салатынын жазып аламыз. Мысалға алсақ, етті қызыл пакетке салсақ, біз деген өзіміздің жемістерді қара пакетке саламыз. Сол секілді біз барлығын жазып алып болған соң бірге барып барлығын алатын едік сол жерден. Енді базардағылар бізді жаман көретін, өйткені біз ол жерде жарты сағаттай, 2 сағаттай жүріп қалатын едік. Енді бізге бір түрлі қарайтын, ол жерде Гуля деген тәте болатын еді. Енді аты Гүлбану, бірақ Гуля деп айта берейік. Гүлбану деген тәте, ол деген біз барған кезде әрқашанда жақтырмайтын. Бірақ та біз осы жемістердің барлығын Гуля деген тәтеден алатын едік. Енді ол тәте деген өзі біздің әжеміз, оны жақтырмайтын еді. Өйткені Гүлбану тәтенің көздері қап-қара және өте үлкен еді. Енді ол өзі татардан келген болған соң, өзі сондай. Ал әжемнің Гуля тәтеге деген көзқарасы басқаша еді. Әжемнің ойынша Гуля тәте ол жаңа айтқандай шайтандарға қызмет ететін еді. Сол себепті біз әрқашанда Гуля тәтеге жемістер алуға барған кезде үшеуміз бір команда болып Гуля тәтеге қарсы жұмыс істейтін едік. Ол қандай жұмыс істейсіздер ғой? Ол былай, бәрін айтып берейін. Біріншіден, анам тұрған кезде Гуля тәтені жарты сағатқа алдастырып тұрады. Мынау қанша, анау қанша деп, мынау свежий ма деген сияқты. Сол кезде әжем өзінің дұғасын алып Гуля тәтеге қарсы оқитын еді. Ал мен солар өздерінің істерін жасап жатқан кезде Гуля тәтенің ішінде, қиярларының ішінде біреуін алып, қалтама салып кететін едік. Сөйтіп сол жерде біреуін оқып тұратын едік, ал қайтқан соң, үйге барған соң сол қиярды алып, шығарып, соған тағы бір рет оқитын едік. Сөйтіп бір күні жүрген кезде біз Гуля тәтеге ұсталып қалдық. Өйткені олар алдастырып жатқан кезде Гуля тәте менің бір нәрсе істеп жатқанымды байқап қойды да, сол қиярды қалтама салып жатқан кезде ол соны көріп қойды. Сөйтіп, ей балақай, қолыңды қайда сілтеп жатсың деген кезде анам деген Гуля тәтені естіп оған лап берді.
Сөйтіп олар бір-бірімен ұрысты, әжем ұрысты, Гуля тете ұрысты және мамам ұрысты. Ал мен түк болмағандай үйге қарай қайтып бараттық. Сөйтіп қайтып жатқан кезде бізді барлық базар жаман көріп кеткендей ала көзімен қарады. Сөйтіп үйге барған соң біз ештеңе Гуля тетені ұрлай алмадық. Соның кесірінен әжем қатты қиналды. Әжем қиналып маған ұрысты. Бұл сенің кесірің, ала алмағаның деген секілді заттар айтты. Дәл сол күні кешкісін біз енді одан ұрлай алмаған соң, біз Гуля тетенің өзінің үйіне баруды шештік. Үйіне барып жатқан кезде үйінің астында ит өтетін жерден менің алдымен тәтем өтті, тәтем өткен соң әжем өтіп, ең соңында мен ол жаққа өтпеуді шешіп, сыртында тұрамын деп айттым. Сөйтіп енді олар өздері ішіне кірген соң, ол жерде өздерінің дұғасын оқи бастады. Олар ішінде тұрып, мен сыртта тұрған кезде олар маған былай деді: "Мынаның үйін қараңдаршы, өзінің ішінде кәдімгідей тауықтың басы ілініп тұр" деп айтады. Яғни әжем осыны айтып отырып, қолындағы тұзды алып сол жерге сеуіп жатты. Тұзды сеуіп болған соң біз ол жерден тезірек тайып тұрдық та үйге бардық. Үйге барып болып біз оған бүйтіп айтып отырдық. Үйде әжем маған былай айтты: "Ертең міне көресің, ертең өзіміз базарға барған кезде ана тәтеңнің беті қып-қызыл болып тұрады. Өйткені шайтандарға тұз сеуіп кетсең, ертесіне беттері қызыл болып, ішіндегі шайтан ашуланып, сөйтіп бетіне көрсетіп тұрады" деп айтты. Сөйтіп бір күн өткен соң біз базарға бардық. Базарға бармай тұрып, біз алдымен өздеріміздің үстімізге дұға оқып алдық та өздерімізге ереже бойынша қызыл киім киіп алдық. Қызыл киім киіп алып, біз базардың ішінде 3 қызыл адам сияқты болып аралап жүрдік. Сөйтіп жаңағы Гуля тетенің қасынан өтіп баратқан кезде алыстан енді байқалмады беті қандай екенін. Біз жақындап барып, өзім қызығып қараған кезде бетінде шынымен де қызыл-қызыл дақтар тұр екен. Мен оған енді таң қалдым. Сөйтіп біз оған күліп қайтып үйге қайтып бара жаттық. Үйге қайтып бара жатқан кезде біз өзіміз жеңген сияқты болып қуанып бара жаттық. Сөйтіп әжем енді былай деді: "Енді біз осы шайтанды оның бойынан шығарамыз. Бізге ештеңе істей алмайтын болады. Бірақ ана жерде бір инспектор тәтең бар ғой. Сол инспектор тәтеңнен мен де қорқамын. Оның ішінде бір шайтан бар секілді." Сөйтіп жүріп енді біраз айлар өтті. Нақтылай келсек 4 ай өтті. 4 айдан кейін менің жасым енді 16-ға толып, маған мынандай бір не болды. Өзім 9-дан кетейін ба деген, немесе 11-ден кетейін ба деген ой болды. Сөйтіп енді әкемнің үйіне емес, анамның үйіне емес, өзім кішкене үлкендеу болған соң, жасым 16-та болған соң, мен өзім колледжге Алматыға кетуді шештім. Сөйтіп Алматыға көшіп кеттім. Олар туралы ұмыттым. Ұмытқанда да менің анам кетпестен алдым маған былай деді: "Сен ережелерді ұмытпауың керек. Сен оларды әрқашанда орындап жүруің керек. Өйткені орындамасаң, олар бізге жаман болады. Мен қайтыс болып кетуім мүмкін. Білесің ғой, иә балам, білесің ғой, маған аптасына 3 рет хабарласып тұр. Ешқайда жоғалып кетпе. Ережелерді өзіңе жазып ал блокнотыңа" деп айтты. Сөйтіп мен иә дедім де, бірақ ішімнен негізі мен оны орындамайтынымды білдім. Сөйтіп мен Алматыға кетіп қалған соң, Алматыда өзімнің жаңа өмірімді бастай бастадым. Әрине, енді студенттік өмірмен мен бұлар туралы барлығы туралы ұмытып кеттім. Сөйтіп жүріп, мен енді оқудың жартысына келген соң, өзімнің алғашқы қызымды кездестірдім. Қызымның аты Соня еді, иә, ол орыс қызы еді. Сөйтіп орыс қызы болған соң біз біраз жүрдік те кейін бірге көшуді шештік. Алматыдан бір квартира тауып, сол квартираға кіріп, сол жерде тұруды шештік. Тұрып жүрген кезде енді мен анамның қағидаларын ұмытайын деп, өзім бір блокнот секілді бір қағазға жаңағы ережелерді және де тамақтың тізімін жазып қойдым. Аптасына қандай тамақтар жеу керек екенін мен ереже бойынша жазып қойған едім. Сөйтіп жазып қойған соң бір кезде оны Соня көріп, "Бұл не?" деп сұрады. Бұл не деп сұраған сұрақтарына мен әрқашанда енді өзім спортпен айналысам, және де маған спортпен айналысқан кезде әртүрлі тамақ жеу керек деп осылай көндіретін едім. Енді Соня сол кезде маған біртүрлі қарады. Сөйтіп жүріп, мен бір кезде Соняның біздің үйде отырған кезде 5-ші күні балық жеп отырғанын байқадым. Сөйтіп балық жеп болған соң мен Соняға ештеңе демеуді шештім, бірақ ережелер әрқашанда менің ойымда болды. Ереже бойынша егер де адам 5-ші күні балық немесе ет өнімдерін жесе, онда кейін оның тісі түсіп қалады екен. Сөйтіп бір күннен кейін Соняның айғайлап жатқан дауысын естідім. Ол кезде таң атқан еді. Сөйтіп тұрған соң Соня маған келіп түскен түсін көрсетті. Ал негізі Соняның жасы 16-да. Сөйтіп түскен түсін көрсеткен соң оған ештеңе айтпауды шештім. Сөйтіп 1-2 күн өткен соң ол тағы балық жеп отыр екен. Сол кезде оның екінші тісі түсті. Мен енді бұған қатты мән бермедім. Менің ойымда мынандай нәрсе болды. Бұл деген жай ғана кездейсоқтық. Бұл деген кімнің басына болмайды деп ойладым.
бірақ бір кезде мен көшеге шығып бара жатқан кезде қызыл жанып тұрған кезде қызылдан өтіп кеттім. Ал ереже бойынша, әнімнің айтқан ережесі бойынша, егер адам қызылдан өтсе, оның жолы болмайды деген сөз екен. Оның жолы болмайды деген ол алдыма дәл келді. Өйткені сол күні мені жұмыстан шығарып жіберді. Сөйтіп мен үйге барған соң өзім жай көңіл күйім болмады. Көңіл күйім болмаған соң мен өзімнің көңіл күйімді көтерейін деп терезедегіні ашып қойып, және де өзіміздегі пердені ашып қойдым. Сөйтіп бір телевизор көріп отырған кезде мен арттан бір дауыс естідім. Арттан бір дауыс естіген кезде біреу есікті қағып тұр екен. Енді ережелер бойынша, егер де біреу есікті қағып тұрса, және де сен өзіңнің есіктің глазогына қарасаң, онда ол жерде ешқандай адам болмаса, онда ол шайтан деген сөз. Сөйтіп мен барып оның глазогына қарадым. Глазогына қарасам, ол жерде ешкім жоқ екен. Сөйтіп мен ол жаңағы есіме түсіп кетті де бірден жаңағыдай терезені жауып, пердені жауып қойдым. Мен одан қатты қорықтым шындығына келе. Сөйтіп ертесіне мен деген өзімнің барлық заттарымды жинап алып ауылға қарай кеттім. Ауылға қарай кетіп анамның, әжемнің үйіне барсам, олардың үйінде ешкім жоқ екен. Есікті қағып аша алмадым да кейін терезесінен кірсем, ішінде ешкім жоқ екен. Сөйтіп үйдің артына барып қарасам, артында әжем, анам екеуі дұға тілеп отыр екен. Жаңа айтқан дұғасын тілеп отыр екен. Олар деген жерге жаңағыдай нанның қоқымдарын өздері көміп, соған қарай дұға тілеп отырды. Сөйтіп ары қарай қарасам, полиция инспекторы бізге қарап отыр екен. Сөйтіп өткендегі әжемнің айтқан сөздері есіме келді. Егер де полиция инспекторы саған қарап отырса, онда оның ішінде жын бар деген сөз деп айтты. Сөйтіп мен бұның бәрін тыңдадым да анама келіп айттым. Ана, маған ережелерді қайталап жіберші, мен барлығын жазып алайын деп айттым. Так, құрметті көрермендер, енді осымен оқиға аяқталды. Енді өзім білмеймін қаншалықты сіздерге жеткілікті қылып түсіндіргенімді, бірақ бағана айтқандай оқиға шынымен де өмірден алынған. Қандай ойларыңыз бар, қандай былай айтқанда маған жазатын да заттарыңыз болса, астында комментарий деген зат бар. Енді комментарийға жазсаңыздар болады. Мынау дұрыс емес, оқиғаны былай істеу керек деп, немесе өзіңде дейікші, өзіңде бір жақсы оқиға болса айтатын, сол оқиғаны маған жазып жіберсең болады. Мен сол оқиғаңды өзім дыбыстап, видеосын қойып, сол сенің атыңды сол жерге жазып қойып, өзім сондай монтаждап, сол оқиғаң бойынша видео шығарып беремін. Сондықтан менің каналыма тіркел, астына осы неңді жазып кет, комментарийіңді, және де келесі оқиға сенің оқиғаң бойынша болады.